Агрессор Путин мен диктатор Ким Чен Ын бірікті дейді бұқаралық ақпарат құралдары. Ресей Украинаға соғыс бастағалы бері Солтүстік Кореяға жақындай түскендей. Ресей одақтастарымен қатар нарықтан да алыстап кетті. Енді Путин мұнайды Солтүстік Кореяға сатуға ниетті. Диктатор Ким Чен Ын болса, ресейлік әріптесі Владимир Путинге жылы шырай танытып отыр. Бұл туралы ДЛНХ хабарлайды. Американың Корея институтының аға директоры және ғылыми қызметкері Троя Кореяда ресейлік мұнайды өндіре алатын бір ғана зауыт бар екендігін және зауыт көп жылдан бері жұмыс жасамайтынын еске салды. Мұнай өңдеу зауыты біраз жылдар тоқтап қалды. Оны қайта іске қосу үшін қайта өңдеу инвестициясы және қалыпты тиімділікті қалпына келтіру үшін көп уақыт қажеттігін айтты. Аты жөнін атамауды өтінген Солтүстік Корея экономикасының шетелдік сарапшысы Пинтхэн ашық теңізден кемеден кемеге ауыстырып тиеу арқылы ресейлік тазартылған мұнайды заңсыз импорттағанын анықтаған. Солтүстік Корея қажет болған жағдайда Ресейден осындай әрекеттермен мұнай экспорттай алатынын жасырмады. Ресей Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің Солтүстік Кореяға қатысты санкциялар жөніндегі комитетіне 2019 жылы Солтүстік Кореяға 30 мың тонна тазартылған мұнай экспорттағанын хабарлаған.